адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің қазақ орта каналы видеоның басымен жатыпсыздар. Қолдау күтеміз, аямай қолдауды басып жіберіңіздер, лайкпен каналға тіркеліп достарыңызға таратсаңыздар болғаны. Бұйырса 10 000 подписчикке жетейік достар. Сіздердің қолдауларыңыз аямай қолдап жіберсеңіздер болғаны. Көптеген комментарий жазылып жатыр, бәріңізге рахмет. Қолдайтын жандар да бар, қолдамайтын жандар кішкене бар. Енді оғанда мән бермейміз. Қанша адам болсын, бір адам болсын, сол үшін аямай еңбек етуге тырысам. 2 адам болсын, 3 адам болсын, сөйтіп бастағанбыз. Ешқашан сіздер де бастайтын болсаңыздар, қысылмай видео түсіруді қолдап жіберіңіздер, барынша қолдаңыздар, өздеріңізді аямай еңбек етіңіздер достар. Сондықтан да сіздердің тек шаршамаңыздар деймін, бізге қолдаудан. Бүгін бізде Dream League Soccer, енді FIFA соңғы видеоның бәрі FIFA болды. Бірақ бізде Dream League Soccer бар, PES-тен бар, бірақ әзірге олардан енді шықпай жатыр. Бүгін енді Dream League-дан өзіме оны енді бірінші рет болсын ашып көрейін деп жатырмын. Бұл жерде енді осы Dream League-да бір жаңа пак сияқты, бір өзің білмейсің, бірақ осындай бір зат бар екен. Бұл Tiny игрок деген. Tiny игрокты ашып көреміз. Ол жерде кез келген ойыншы болуы мүмкін, бірақ енді монетасына байланысты жоғары болуы мүмкін. Сондықтан да сіздермен бірге ашып көрем, кішкене болсын скидка жүреді боларға. Енді сондықтан да жинаған пактарым бұйырса, енді тағы да жаңа ойыншылар ұстаймыз. Сондықтан да аямай қолдап жіберіп отырыңыздар. Кім шығады екен деп ойлайсыздар. Бұл жерде енді көреміз, қазір кім шықса да, бізде қазір ойыншы жіберу керек. Бізде керек емес ойыншылар бар. Бұл жерде Алынстонды жіберіп тастайық. Кішкене болсын бізде состав жаңалап келе жатыр. Ал бұл жерде жаңа ойыншы 2200-ден 1960-қа беріп жатыр екен. Бұл қандай ойыншы екен? Tiny игроктан түсіріп көрейік. Бұл кім? Бұл ойыншы Лукаку екен. Ромело Лукаку. Қараңыздар, кілең шабуылшы жинап тастақ, уже бар ғой. Көш шабуылшы. Бұл ойыншылардың бәрі бізге енді ортада ойнайтын ойыншы жетпей жатыр еді. Неге шабуылшы шығып кетті бұл жерде? Қараңыздар, кім бар? Лукаку бар. Бүгін Янг бар, полный нені жолып тастадық. Қараңыздар, 5 шабуылшы, жоқ, 6 шабуылшы бар бізде. Мынандай топ шабуылшылар не істеуге болады достар? Комментарий жазып отырыңыздар. Бұл ойыншылар не істеймін? Иммобил сияқты, Лукаку, Абумянг деген ойыншылар, Холландтарды не істеуге болады? Барынша жазып отырыңыздар. Или Тромка жіберейін ба бұл ойыншыларды? Бүгін енді осы ойыншылармен бір ойнап көрейік. Салахты алға жіберсем қате болар. Лукакулар замендеп отырсын кішкене. Келесі екінші таймда шыға қояр. Бізде Лодер бар да, бұл жерде Абумянгты ортаға қоя қойып болды. Осылай состав Лукаку екінші таймда шығады. Бізде енді қазір енді составымызбен неде ойнайтын боламыз? Турнир ойнайтын боламыз. Турнирді енді көп жандар жазып жатыр, боттармен ойнағанша осылай турнир бір ойнашыш деп. Енді оған да келсем, өзіміз сияқты енді дұрыс адамдар болады. Сондықтан да қарсыласымыз жақсы сияқты. Бұл жерде ойыншыларын көріп жіберейік, көрсетпеді өкінішке орай. Ал паспен ойнадық, қатты бас жібердік бұл жерде топты. Салақтардың ойынын көрсетейін сіздерге достар. Салақ кімде бар достар? Салақты жазып отырыңыздар. Өте жақсы ойыншы екен. Жылдамдықпен де алып тұр ойыншыларды. Ал кеттік. Алаба пас береміз. Чиро, Бензема ашық. Бензема жетем екен. Бұл жерде 2 қорғаушы бірден қыспақ қалды. Ойын енді жақсы былай. Кокерит ортада Салах. Холланд топты алуға болады, бірақ үлгертпеді. Конте, қараңыздар, қақпашы қалайсыз? Бұл жерде жіберіп қойды. Бізде тек қақпашы қалды, өзгертіп жатыр. Состав біреуді шығарайын деп жатқан шығар, может быть. Вирджил
Салах әдемі қолын бұл жерде қақпашы далаға тебеді. Ой, теппеді, керісінше пас берді. Бұл жерде пасының арқасында гол салынып кетуі мүмкін. Сондықтан да өткізіп алдық. Конте Салахқа, Салах подкаттан қалай алынып қалды. Бірден секірді. Әдемі шығарды Холландқа. Холланд бұл жерде Бенземаға салу керек. Әдемі 1-1 бізде берілмейтін қарсыласпыз. Сондықтан да оңай жеңіс жоқ бұл қарсыласымызға. Енді бастап келе жатқан жан сияқты стадионы енді кішкене болсын көтерілген, бірақ енді бұл қатты бір бізге көреміз. Бұл жерде қарсыласымыз шабуылға шығып тұрады. Неге бұлай топты жібердік? Ойыншылар көтереміз. Бұл жерде Алаба үлгересің бе? Әдемі шықты. Ешкім жоқ мына жерде. Бір соғатын. Красный беру керек, арттан келіп шалтты, Феликске. Бірден қызыл. Бірақ бәрі сияқты бұл қарсыласымызға. Пас бірден Алаба әдемі Салахқа көрді. Жеткізбеу керек енді. Бірақ жетті алды. Конте неге бұлай? Контені Салахқа енді кеттік. Пас Бензема допты алу керек. Ван Дейк әдемі бермеді. Бізде кілең қорғаушы мен шабуылшылар көп. Бірінші тайм бітті. Бірден өзгертетін ойыншы Лукакуды қолын орнынан шығарайық. Может жақсы ойыншы ойнап қалар. Осы ойыншы Лукаку бекерден бекер шықпас. Бізге енді центральный Де Бруйне сияқты ойыншылар керек ортаға. Бірақ енді ондай ойыншылар әзірге шықпай жатыр. Гюндоганды алуға болатын еді мана. Бірақ енді мына жерде шығып кетуге болады шабуылға. Иммобил жете аласың ба допқа? Жете алмады. Әттең скорысы аздау бұл ойыншының. Бірден көтерді, тоқтатпады. Әдемі соны пайдаланам екен. Бұл жерде Ван Дейк. Әдемі пас Лукакудан өте алмай жатырық. Бұл жерде Ван Дейк пас берек. Офсайд екен. Дазды ауыстыр дейді. Ауыстырмай қойық. Пас бересінде бірден Бенземаға гол. Көрдіңіздер, Салахтың пасы қалай? Әдемі берді, бірден Салахтың басы. Өте жақсы. Мынау деген енді дәл ғой, тек офсайдта жоқ, ешқандай. Тек контратака. Бірден тебе ма дебен бұл жерде тепкізбеді. Қарсыласымызға бір ойыншы жетпей тұр, тек ойынын шығарып жіберетін. Лукаку кетті, бірақ бұл жерде қақпашы үлгертпеді ғой. Бенземаны ауыстыр дейді. Ауыстырмаймыз. Қарсыласым мықты, ойнайын деп тұр да конца. Қызыл болсын, қарамайын деп тұр. Пике пас Салахқа. Салах жайлап шығарып жіберетін алға қарай. Лукаку дебюттік голын соқты. 1-3. Өте жақсы. Мынандай енді удармен шабуылда өте керемет. Жылдамдығы бар енді бұл ойыншының. Тек оңақай екен бұл жерде. Бірден жеңіп кеттік, әйтеуір бірден қылып. Білмеймін енді өз басым Лукакуның ойыны жақсы ұнады. Болат шабуылшы екінші таймға шыққанда да. Турнир бар, бұйырса достар, шығарайын ба бұл жерде қай команданы алғанымыз дұрыс деп ойлайсыздар? Бұл жерде Челси бар екен, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм сияқты ойыншы командалар енгізген. Қайсысын алайын? Комментарий жазып кетіңіздер достар. Ал достар, каналға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.